Ошаған майының пайдасы. Бүгінде көп қыздың әңгімесі, әсіресе шаш күтіміне келгенде, ошаған майымен тығыз байланысты болып кеткені жасырын емес. Қыздардың біразы шаштарын ошаған майымен жуып, қорытындысын мақтанышпен айтып жүр. Неге десеңіз, ошаған майы шаштың түсуін тоқтатады, шашты өсіреді, шашқа рең беріп, нәрлендіреді. Дегенмен, ошаған майын қалай қолдану керектігін білмей жататынымыз бар. Ошаған майын аларын алып алып, шашқа қалай жағу керектігін білмегендіктен жақсы нәтижеге жете алмауыңыз мүмкін. Сондықтан, біз сізге мына кеңестерді ұсынамыз. Шашыңызды жылы сумен жуыңыз. Шашты сығып, шаштың түбіне бастап, ұшына дейін массаж жасағандай етіп, ошаған майын жағыңыз. Полиэтилен пакетін киіп, басыңызды орамалмен орап қойыңыз. Компрессті 1-3 сағатқа қалдырыңыз. Негізінде түнде ұйықтар алдында жағып, таңертеңге дейін қалдырған дұрыс. Шашыңызды шампуньмен жуыңыз. Кем дегенде 2 рет жуып, сумен шайып тастаңыз. Шашты табиғи жолмен кептіріңіз. Процедураны аптасына 1-2 рет істеп тұрыңыз. Кем дегенде 10-12 рет жасаңыз. Ошаған майы сондай-ақ тырнаққа, теріге, кірпікке пайдалы. Тырнақтың сынуы мен сау болып өсуі үшін оған ошаған майының бірнеше тамшысын тамызыңыз. Кірпікті өсірем десеңіз, күніне 1 рет кірпікті ошаған майымен сүртіңіз. Қорытындысы 1-2 аптада белгілі болуы керек. Ванна қабылдағанда суға ошаған майын бірнеше тамшысын тамызсаңыз, теріңізге пайдасы орасан болмақ. Ошаған майын дәріханадан алған дұрыс. Бағасы 500-600 теңге тұрады. Ошаған майын қолданып көрген болсаңыз, кеңес қосып, пікір қалдырыңыз.